Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, оңай, тойымды салат жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмес бұрын мен сіздерді өзіме екінші каналмен таныстырғым келіп тұр. Дәмді деп аталады. Мұнда да өте көп рецепттер, пайдалы рецептерді таба аласыздар. Бұл каналдың сілтемесін төменге описание жазып кетемін. Міндетті түрде кіріп сақтап алыңыздар және де каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Ал салатымызға көшейік. Салатымызға бізге осындай 3 жұмыртқа керек. 3 жұмыртқамызға дәміне қарай кішкене ғана шым тұз саламыз да осылай жаңа біздің шаншқымызбен жақсылап араластырамыз. Табамызға май құямыз кішкене ғана және де қыздырып, жаңа біздің жұмыртқамыздың тек 3/1 бөлігін ғана құямыз. Бізде осындай 3 омлет сияқты жасауымыз керек, қыздар, сондықтан барлығын құйып жібермеңіздер. Басқа да каналымда жақсы рецепттерді, пайдалы, күшті рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Мінекей, бізде омлеттің жаңағы 3 бөлігін құйдық, бұны да пісіріп аламыз. Бізде 3 омлет сияқты шықты осында. Енді біз осыны жаңағы треугольник дейді ғой, 3 бұрышты қылып турайтын боламыз. Дәл видеодағыдай қылып бірінші осылай кесіп аламыз осындай жаңағы жолақтарға. Одан кейін бұл жолақтарды біз жаңағы 3 бұрышты қылып осындай дәл видеодағыдай қылып турап аламыз. Бөлек бір ыдысымызға салып аламыз, болашақ салатымызды дайындайтын ыдысымызға. Одан кейін бізге шұжық керек. Шұжықты да осындай бірінші дөңгелек қылып турап аламыз да және де оны видеодағыдай қылып 3 бұрышты қылып тураңыздар. Және бізге қатты ірімшік керек, твердый сыр дейді ғой орысша. Твердый сырды да солай жаңағы біз 3 бұрышты қылып турап аламыз. Сырды өзіңіздің қалауларыңызша турай беруге болады. Және бізге қызанақ керек. Қызанақты 2-ге бөлеміз. Қызанағымыздың ортасы сулы болады, сондықтан ортасын алып тастаймыз кесіп. Және де оны да 3 бұрышты қылып тураймыз. Бізге қияр керек. Қиярды 2-ге бөліп және 3 бұрыштылап турайтын боламыз. Бізге және чечил ірімшігі керек. Чечил ірімшігін алдын ала кішкене бір ыстық суға салып аламыз. Бір пакетикке, салабанчикке саламыз да, одан кейін ыстық суға кішкене салып аламыз, бір 15 минуттай. Содан кейін бір осылай түтетін боламыз. Жіңішке қылып. Майонез саламыз, 2 немесе 3 ас қасық салсаңыздар болады. Тұз ештеңе қосқан жоқпыз, себебі бізде шұжық бар, одан кейін ірімшік бар. Тұзды қажет етпейді. Жақсылап араластырамыз да, чечил ірімшігін осылай жоғарғы жағына әдемілеп қойып қоямыз. Мінекей, осындай бізде салат шықты, өте дәмді және де оп-оңай жасалады. Көп уақыттарыңызды алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепттен қалмас үшін каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыз.